Сәлем қыздар. Не істеп жатсыңдар? Сәлем. Сол тамақтанып, подругаң екеуміз. Давай танысайық. Жарайды. Менің атым Мадина. Менің атым Мақсат. Менің құрбым аты Альбина. Танысқаныма қуаныштымын сендермен. Танысқаныма қуаныштымын семен де. Мен де қуаныштымын семен. Ладно, мен кеттім. Сау бол. Сау бол. Сау бол. Альбина, мен кетіп қалдым. Мен онымен автобуспен қайтатын едім. Жарайды, өзім қайтатын болдым ғой. Мадина! Неге кетіп баратсың? Бірге қайтайық та. Жарайды. Мен сені шығарып салам. Жарайды. Онда велосипедіне алайық. Иә. Кеттік. Сен қай көшеде тұрасың? Мен 13-те. Мен 12-де тұрам. Сен сонда біздің жаңа көршімізсің ғой, Иә. Альбина қайда? Альбина сұранып кетті сабақтан. Ау? Екеуміз ертең сөйлейін деп қайтайықшы. Жарайды. Сау бол, мен үйіме жеттім. Давай. Сау бол. Ой, Альбина, сен не үшін менсіз кетіп қалдың? Ой, кешірші. Просто мамам шақырып қалды, тез кел деп. Жарайды. Сау бол. Ладно, пока. Пока. Альбинаның бұнысы бір түрлі екен. Мадина, қалайсың? Сәлем, Альбина. Бүгін деген химиядан бір жыл болады, ұмытып кеткен жоқсың ба? Я, білем ғой. Сен кіммен араласушысың ба, Мақсатпен? Жоқ. Негізі кеше мені шарт салды, сен өзің кетіп қалғаннан кейін. Бопты. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мақсат, сәлем. Сәлем. Бүгін не істейміз? Бүгін бізде химиядан бір жоба болады, сондықтан деген бізге дайындалу керек. Жарайды, онда сәттілік. Рахмет. Рахмет. Кеттік, Альбина. Альбина, маған көмектесші, мен сұрақты таппай жатырмын. Не, мен өзім үлгермей жатырмын, кетші бар. Мадина, саған көмек керек па? Мен тек осы 6-шы сұрақ білмей жатыр едім. Қазір артына отырайын, көмсем. Рахмет. 6-шы сұрақ Б ғой. Жарайды, рахмет. Хорошо. Мен 9 білмей жатырмын. Мақсат. Не? Маған көмектесші. Қазір. Бошы. 9В. Рахмет. Альбина, екеуміз деген сабақ біткеннен кейін бір жерге қыдырамыз дедік қой, баратын болдық па? Білмеймін, мен бүгін Мақсатпен кездесем деп ойлағам. Жарайды. Сәлем қыздар, тағы да. Сәлем. Мақсат, бүгін екеуміз қыдырамыз ғой, я? Я. Болды, кетті екеуміз. Я, шыға берсен, мен сен күтем. Я. Онда сендерге сәттілік тілеймін, сау бол. Я, рахмет. Пока. Альбина, негізі сенше, маған ұнайсың. Екеуміз ешкімге айтпай кездесейік та. Мен ойласам, сен Мадинаны жақсы көреді десем. Ладно енді. Онда кеттік, Альбина, екеуміз қыдырайық. Давай, жүр кеттік. Так. Кім келді екен? Көріп қайтайын. Қазір. Кім ол? Сәлем, Мадина. Сәлем. Екеуміз қыдырып қайтайық та. Серуендеп, кафеге. Негізі менің
қолым бос. Ну, жарайды. Мен сені күтемін. Жарайды. Бұнысы біртүрлі екен. Ол бірінші менің құрбыммен Альбинамен серуендеді. Менімен серуендеді. Оның мақсаты не екен? Жарайды, ол деген біздің жаңадан келген оқушыға, сондықтан деген оған кішкене мейірімді болуға тырысайын. Кеттік. Кеттік. Қайда барамыз? Мороженое жеуге барайық та. Жарайды. Так, мен велосипедімді алып шығайын, сен де алып шықсай. Ага. Ой. Так. Мақсат, алдың ба? Я, кеттік. Кеттік. Мақсат, сенен бірдеңе сұрасам бола ма? Я. Неге сен бірінші менің құрбыммен Альбинамен кездесуге шақырдың және мені не үшін бұның барлығы? Сосын айтам. Мақсат, мен саған сұрақ қойсам бола ма? Я, әрине. Сен жаңа менің мектепте құрбымды кездесуге шақырдың, ал енді мені серуендеуге шақырдың. Бұның барлығы не үшін? Жай әшейін жақынырақ танысайын деп. Неге үшеуміз бірге таныспасқа? Біртүрлі ғой. Жеке-жеке танысқым келді. Не болды? Жарайды, мен онда үйге қайтайын, көп уақыт болып кетті. Мен сені шығарып салайын да, тоқта. Жарайды. Кеттік. Мадина, Ау, неге саған бірдеңе айтқым келген? айта бер. Ол шұғыл нәрсе ма? Я, өте. Сен маған ұнайсың, екеуміз жүрейікші. Бұл деген тез болып жатқан оқиға сияқты. Өйткені біз кеше ғана таныстық. Солай емес па? Сені бір көргенде қатты ұнаттым. Білмеймін, мен қазір шеше алмаймын. Қазір дос болып араласа берейік, ема? Райды, бірақ ұмытпай, мен сені қатты жақсы көретінімді. Пока. Жарайды. Бұнысы біртүрлі екен. Серуендеу және сразу сезімін білдіру. Өте біртүрлі. Қырсын ұйықтайын. Таңды болып кетті. Так, мен бүгін кешегі оқиғаны мен Альбинаға айтайын. Не дегенмен ол менің жан құрбым ғой. Так, Альбинаның номері қайда екен? Мақсатпен не туралы сөйлестіңдер? Просто маған қызықты. Жай әшейін таныстық. Альбина, мен саған бірдеңе айтамын, сен сөз берші, ешкімге айтпаймын деп. Айтпаймын, конечно. Кеше сендер Мақсатпен кездестіңдер ғой, мектептен кейін. Содан кейін 1-2 сағат өткеннен кейін ол менің үйіме келіп, менімен серуендеуін сұрады. Сосын не істедіңдер сендер? Бардың ба не сен сонда? Не үшін таңғалып тұрсың? Әшейін ол серуендеу ғой. Содан біз мороженое жеуге барды, велосипед тептік. Және ол мороженое жеп болғаннан кейін үйге қайтып бара жатқанда ол маған сезімін айтты. Мадина, сен қуасың ба сонда? Сен бір кездесуден кейін бірінші көргеннен бастап сен сонымен жүрмекшісің ба? Бұл жаман әдет, вообще жаман нәрсе. Мен біріншіден оған мен сезімім бар деп айтқан жоқпын, дос болып көрейік дедім. Мадина, сен өйтіп жаман қыз болмасай, біз оны бірінші танып алайық та. Жарайды.
Жарайды, мен басқа жерге кездесуім бар еді. Сау бол. Тоқта, кіммен кездесуің бар сонда сенің? Мақсатпен ба? Жоқ, менің туысқан әжеммен. Бопты, давай. Сау бол. Не деген біртүрлі, Альбина. Ужас. Мен әжемен кездеспегелі көп болды. О, Мадина, тоқта. Сәлем. Сәлем, кеше ойландың ба? Нені? Екеуміз жүретінімізді. Жоқ, мен айттым ғой, дос болып көрейік, таныс көрейік, сосын шешемін. Мен асығыспын, давай. Жоқ, тоқтасай, Мадина. Жоқ, мен асығыспын. Алло, Мақсат. Ау, Альбина, не болып қалды? Бұның не десе Мадинаға сезіміңді білдіріпсің ғой? Жоқ, ол өзі маған ұсыныс білдірді. Солай ма? Жарайды, кейін звондаймын, давай. Біліп едім осы Мадинаны. Мені Мақсатта тартып алғысы келді ғой, иә? Көреміз кімді тартып алатын. Концерт қашан басталады екен? Айтпақшы, Альбина өткендегі Мақсаттың ұсынысы бар ғой, мен соған келісетін сияқтым, өйткені ол жақсы бала сияқты. Қуасың ба несе, Мадина? Ұятсыз екенсің ғой сен. Түсінбедім. Жүр, былай сөйлесейік. Ау, Альбина, не болып қалды саған? Неге сен сонша ашуландың? Сені түсінбедім. Сен менің жан құрбым болып, сен менің жігітімді тартып алғың келе ма? Түсінбедім, қандай жігіт? Сенің жігітің жоқ емес па? Мақсат менің жігіті. Түсіндің ба? Не? Ол маған сезін айтты. Ал ол сен оның қызы болып шықтың ба? Я, ол сенен бұрын маған айтқан, маған сезім білдірген. Сен соған жапысқансың. Мойында сен, ұятсызсың сен. Кешір, жоқ. Мен ешкімге жабысқан жоқпын біріншіден. Ол бірінші өзі маған айтты. Сен соны біліп ал. Сен қақтан білгеніңді білмеймін, бірақ мен оған жабысқан жоқпын, түсіндің бе? Болды, өтірік айта бермеш. Осыдан бастап біз екеуміз жан құрбы емеспіз. Сау бол, тез шықшы. Жынды болып қалған ба? Емес қой, сезімімді Мақсатқа айтқан, ол маған айтты. Мен қалай оны жігітін тартып аламын? Мақсат өзі маған сезім айтты ғой. Альбинадан бұндай күтпедім, сондай күдікті болып жүреді. Жан құрбыны күтпедім.